Жалпы ішкі өнім бойынша болжамның 9 триллион теңгеге асыра орындалғанына қарамастан, бюджет түсімдері 335 миллиард теңгеге орындалмады. Бұның бәрі жоспарлаудағы кемшіліктер мен салықтық түсімдері шамадан тыс оптимизм мен болжау салдарынан орын алып отыр. Кірістерді жоспарлау кезеңінде оларды болжау әдістемесінің сақталмайтынын бұдан бұрын атап өткен болатынбыз. Асыра көрсетілген параметрлер және әдістемеде көзделмеген қосымша түсімдер қарастырылған. Болжамдарды шамадан тыс қалыптастыру алдағы кезеңдегі салық базасының кемуіне әкеледі. Біздің бағалауымызша 26 жылғы төлемдердің 154 миллиард теңгесі 25 жылы тартылды. Және шамамен 900 миллиард теңгеге қосылған құн салығы қайтарылмады. Алайда бұл бюджеттің кірістерінің және шығыстарының теңгерімділігін қамтамасыз етпеді. 25 жылдың қорытындысы бойынша 244 миллиард теңгеге жоспарланған қаржы бөлінбеді. Сондай-ақ едәуір кредиторлық берешек қалыптасты. Бюджет тапшылық мәселесі де әлде маңызды. Оны қысқарту бойынша жоспарлар қабылданған. Алайда жоғары аудиторлық палатаның бағалауынша, олардың орта мерзімді перспективада іске асырылуы екі талай.